To be етістігі. To be етістігін біз қай кезде қолданамыз? To be етістігін адамды немесе затты сипаттағанда, орналасу орнын көрсеткенде, немесе қазіргі әрекетімізді көрсеткенде, немесе эмоциямызды білдірген кезде біз to be етістігін қолданамыз. To be етістігінде am, is, a формуласы арқылы қолданамыз. I болған кезде мен am формуласын қолданам, he, she, it болған кезде мен is формуласын қолданам. Және we, use деген кезде a формуласын қолданам. Мысалға, I, бұл жерде I-дан кейін мен am қоям. I am a student. Мен студентпін, яғни өзімнің кім екенімді айтып тұрмын. She болған кезде біз is қоямыз. She is a doctor. Ол дәрігер. They болған кезде біз a қоямыз. They are my friends. Олар менің достарым. You'дан кейін біз a қоямыз. You are smart. Сен ақылдысың, яғни оның қандай екенін біз айтып тұрмыз.